Махатма Ганди атындағы нөмірі 92 мамандырылған лицей ұсынады. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, бірін ол жолға, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жерсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жерсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, қартайып, сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолдарға салып, талғын берсе сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еш қорқытып, көндірерлік күш қуат ешкімге бітпейді. Қара сөзден түсінгенім, қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жырлап, не сырлап еш нәрсеге көндіру мүмкін емес.